Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Бүгін сенбі күндеріңіз табысты, сәтті өтсін. Енді біз таңертең ерте тұра алмай жатамыз. Ерте тұру деген өзі мысалы қиындап кетеді. Сол кезде мынадай нәрселер қосылады адам бойында. Ең бірінші бізде ниет жоқ. Ерте тұру деген ниетті ұмытып кетеміз, ниеттен ұмытып кетеміз. Бұл ниет ең бірінші өте үлкен нәрсе ғой, энергия бар, ниет деген. Бірінші ниет, содан кейін барып әрекет. Сіз ниеттенбей әрекетке көшетін болсаңыз, сіз ұзаққа бармайсыз. Сондықтан бірінші ниет ету керек та, Алладан сұрау керек, Аллаға тапсыру керек. Содан кейін барып уже әрекеттерін жасап көру керек. Егер Алла ниетіңізді қабыл алған болса, сізге жақсы әрекеттерді, амалдарды Алла өзі көрсетуші, сізге ең оңай жолын көрсете. Сондықтан ең бірінші бізде ниет жоқ. Екінші, біз 2 литр суды кем дегенде ішпейміз күніне. Неге су ішпейміз? Су керек адамға, адам 70% судан тұрады адамда. 70% судан тұрғандықтан ол адамның денесіне су өте қажетті нәрсе. Біз не деген кезде біз испарение жасадық, өзіңіз мындай стеклоны алып немесе терезеге барып деп ойлаңыз, сол жерде буланады. Сонда ойлаңыз, әр денеңізден қанша суды сіз испарить етіп жатсыз, яғни буланып кетіп жатыр. Онан қалды сіз дәретпен қаншасын кетіп жатсыз, қанша нәрсені сіз денеңізді жаңағы терлеу арқылы шығарып жатсыз деген нәрсе. Судың осылардың судың орны толмағандықтан адамда энергия тапшылығы болады. Энергия тапшылығы болғаннан кейін адам шаршаңқы болады, тұрғысы келмейді, жасағысы келмейді, ниеттенгісі келмейді, ниеттенгеннен кейін амалдарды да әрекеттерді істегісі келмейді. Бұл маңызды су үшін. Өйткені сіздің бойыңыздағы болатын бүкіл биохимиялық реакция сіздің клеточный уровеньдегі клеткалардың ішін тазалау, клеткаларда болған реакциялардан шыққан отходтардың барлығын сыртқа шығарып, оның ішін күнделікті жуып тазалап отырып суға тапсырып. Судың несімен ғана бұл жасалады. Сіз шай ішкеніңіз, кофе ішкеніңіз су ішкенге есептелмейді. Таза су. Сіздің клеткаларыңыз бар, содан кейін клеткалардың сыртында қуыстар бар болса, сол клеткалардың сыртындағы нәрсе сіздің көшелеріңіз секілді ғой. Клеткалар жиналып тұрған жоқ қой, бір-біріне қосылып, сол қосылған орталарындағы аралық көшелеріміз деп есептеңіздер. Біздің таңертең мысалы біз ридерде күнде таңертең қарын тазалап шығады, немесе көшесін тазалап шығады. Сол сияқты көше тазалаушылар, бірақ сол көше тазалаушылар біз үйімізді келіп тазалап бермейді ғой. Біз үйімізді өзіміз тазалаймыз. Дәл сол сияқты сіздің мына су, структурный су деген бар. Структурный су бұл сіздің структурасы жоқ су болатын болса, төмен су болатын болса, ол сіздің клеткаңыздың ішіне кірмейді. Ол сыртын ғана тазалап беруі мүмкін клеткалардың арасында. Бірақ клеткалардың ішінде қаншама реакция болып жатыр. Клеткалардың ішіне тек қана структурный сулар ғана кіре алады. Сол су кіріп ішін тазалап, әр сәт сайын тазалап, сол сыртқа шығарып отырады. Сондықтан бойымызда сол реакциялар дұрыс жүрмейтіндіктен, дұрыс жүрмегендіктен біздің бойымызда сондай салғырттық, сондай шаршаңқы жағдай түсіп қалады. Сол үшін су ішпегеннен, оның ішінде суды структуралап ішпегеннен болады. Онан кейінгі нәрсе, сіз 8-ден кейін тамақ ішіп жүрсіз. 8, 9, 10, 11, сіз кәдімгі ешқандай қарамайсыз, өзіңіздің организмді сыйламайтын адамсыз, кез келген кезде аузыңызға тығылып, сонымен ұйықтай салатын адамсыз. Даже кейбір адамдар аузын ыспай, тазаланбай ұйықтап қалатын, даже жуынбай ұйықтап қалатын адамдар бар. Даже жуынбай ұйықтасаңыз, сіз дәреттейміз бе, енді сол гигиеналық тазаруларды жасамай сіз ұйықтайтын болсаңыз, болды, сізде ертең таңертең тұру деген жоқ. Сондықтан түнде құрығанда аузыңызды, басқа да жерлеріңізді жуып тазалап, ниеттеніп жатсаңыз, сонда тұрмасаңыз, маған келіңіздер. Сол сіз тамақты үст-үстіне жей беретін кәдімгі сондай адамсыз да. 8-ден кейін келген тамақ, май тамақ, ет тамақ, не тамақ бәрін жей беретін адамсыз. 8, 9, 10, 11 қарамайсыз да, сіз өзіңіздің организміңізді жаңағыдай нетпейтін адамсыз, сыйламайтын адамсыз да. Ол кезде сіз таңертең тұрсыз жоқ. Өйткені ана желінген тамақтардың барлығы организмге өткеннен кейін оның барлығы обработкадан өтеді, ол қорытылады. Сіз оны дұрыс тамақтансаңыз жақсы, тамақты ішіп алып үстіне 100 грамм арақ ішіп жіберсеңіз, оның үстіне тағы да түрлі нәрселерді қосып жіберетін болсаңыз, ол дұрыс қорытылмайды да, іште сізде ол бүлінеді де, ол сасиды, шірейді деген секілді, содан кейін сіздің бүкіл энергияңызды алып қояды. Және онан кейін нәрсе сізде уайым бар. Уайыммен ұйықтайсыз. Бұл да уайыммен ұйықтаудың өзі, ол организмді қиянат жасау. Уайыммен ұйықтайсыз, өз-өзіңізге көңіліңіз толмайтын адамсыз, немесе біреуге көңіліңіз толмайтын адамсыз, немесе сіз бастығыңызға көңіліңіз толмайды, күнде бастығыңызбен, немесе подчиненныйыңызбен ұрсасында жүресіз, немесе көшедегі адаммен, кез келген жерде адамдармен сондай конфликтіге түсіп қалып жүрсіз. Яғни, немесе сіздің кредитіңіз бар, немесе кәсібіңіз жүрмей жатыр, немесе ақша таппай жатыр. Сол уайыммен сіз ұйықтайсыз, сол уайыммен тұрасыз. Онда сізде ерте тұру деген жоқ. Тұрарсыз, өзіңізді қинап, немен будильникпен тұрарсыз,
Бірақ бәрібір үстіңізге 10 килограмм жүк асып қойғандай, әрең барып көшеге шығып әрең қайтуыңыз мүмкін. Бұл сіздің уайымыңыз. Уайым деген сөзді былайша айтуға оңай, бірақ уайым деген жүк, үлкен жүкті. Сол үлкен жүкті сіз энергия бөліп жүрсіз, сол көтеріп жүрсіз. Неге көтеріп жүрсіз? Өзіңіз білесіз. Осы нәрселер сіздің бойыңызда болатын болса, осындай нәрселер болатын болса, сізде таңертең ерте тұрудың ауылы қашықтығы болады. Енді өзіңізге анализ жасап көріңіз. Мен ең негізгі дегендерін айттым. Жоқ, бұлардың ешқайсысы жоқ менде. Бірақ сонда да ерте тұра алмаймын десеңіз, онда маған хабарласыңыз, мен сізге тауып беремін, неге ерте тұра алмай жатқаныңызды. Жақсы, рахмет. Бүгінгі кеңесім сіздерге пайдасын тигізсе, қуаныштымын.